Сіздермен студенттер, бүгінгі біздің пәніміз қолданбалы компьютер бағдарламалар курсы. Пәннің тақырыбы сұраныс арқылы деректерді іздеу болып табылады. Сабақтағы қарастырылатын сұрақтар: бірінші, мәліметтер қоймасының кестелерін құру, екінші, кестелерді мәліметтермен толтыру және оларды байланыстыру, үшінші, сұраныстар құру. Ең алдымен осы сұраныстарды құрмас бұрын алдыңғы өткен тақырыпқа қысқаша тоқталып кетсек. Алдыңғы өткен тақырыпта мәліметтер қоры жайлы болды. Мәліметтер қоры дегеніміз белгілі бір арнаулы ауқымға қатысты мәліметтерді баяндау, сақтау мен амал-тәсілдермен ұқсата білудің жалпы принциптерін қарастыратын белгілі бір ережелер бойынша ұйымдастырылған мәліметтер жиынтығы болып табылады. Ал енді бүгінгі біздің пән сабағымыз бойынша сұраныс құру бұл жаңағы мәліметтер қорында жүзеге асады. Сұраныс дегеніміз бұл іздестіруге қойылатын талап мәліметтер қорында берілгендерді өзгерту және өңдеу болып табылады. Сұраныстарды өрістер көзі ретінде берілгендерге ену үшін формалар, есептер және беттерге қолданылады. Сұраныс аксесте мәліметтер қоры файлында сақталатын және бірнеше рет орындалатын объект болып табылады. Осы аксесте сұраныстардың бірнеше түрі бар. Бірінші, таңдалынатын сұраныстар, параметрлі сұраныстар, қиылысатын сұраныстар, өзгертілген сұраныстар. Бұл жаңа кестелерді құру үшін сұраныстар, өшіру, жаңарту, өзгерістерді қосу болып табылады. Бүгінгі біздің құратынымыз ол қарапайым сұраныс болып табылады. Ол үшін аксес бағдарламасын іске қосамыз. Аксес бағдарламасы іске қосылғаннан кейін біз жаңадан деректер базасын құрғандықтан барлығын жаңадан бастаймыз. Деректер базасын біздің құрғалы отырғанымыз сессия деп аталады. Ең алдымен қай жерге сақтайтындарыңызды таңдап аласыздар. Мен мысалға рабочий столға сақтаймын. Таңдадық, енді создать. Бүгінгі құрғалы отырған мәліметтер қорында екі кестеден тұрады. Бірінші студент, екіншісі емтихан деп аталады. Ал енді осы кестелер түрлі жолдармен құрылады. Ал бізге ең ыңғайлысы бұл конструктор режимі. Конструктор режимі ашылды. Бірінші студент деген кесте құрамыз. Кесте номерінен тұрады. Тегі студенттің, аты, әкесінің аты. Енді номері бізде ол санауыш болғандықтан счетчик болады. Және де бұл бізде ең басыңқы кесте болып табылады. Бізде екі-ақ кесте, сондықтан да бұл басыңқы кесте. Бұл басыңқы кестеде индекстік өрісіне совпадение не допускается деп қойылады. Себебі бұл басыңқы кесте. Және де бұған басыңқы кесте екенін кілттік өрісті таңдау арқылы бөлуге болады. Бірінші кестеміз құрылды, оны сақтаймыз. Екінші кесте конструктор таблицы, бұл емтихан деген кесте. Бұнда да номері болады. Емтихан аты, бағасы. Енді осы кестелердің арасында байланыс орнау үшін екеуінде де бірдей өріс болу керек. Сол себепті біз екі кестеге де номер деген жазу жаздық. Яғни осындай өріс енгіздік. Енді номері жаңағындай счетчик болады. Бұл бізде бағаныңқы кесте болғандықтан индекстік өрісінде совпадение допускается. Яғни екеуі байланыс орнағанда мәліметтерді бір-бірімен көре алатын болу керек. Емтихан. Емтихан бұл текст болады. Бұнда мәліметтер жазылады, яғни емтиханның атауы. Емтихан атауы деп те қойсақ та болады. Келесі бағасы, бұл сан жазамыз, сондықтан числовой. Кестені жабамыз, сақтаймыз. Емтихан. Енді бізден сұрайды, бұған кілттік өріс енгізесіз бе деп. Өріс енгізбейміз, себебі бұл бізде бағаныңқы кесте болып табылады. Сол себепті өрісті енгізбестен сақтаймыз. Енді біз жаңа айтып кеткенімізде екі кесте құрдық, студент және емтихан деген. Енді осы екі кестені бір-бірімен байланыстыруымыз керек. Ол үшін схема данныхқа басамыз. Бұл жерде сіздерде екі кесте көрсетіліп тұр. Студент кестесін таңдайсыздар, екінші емтихан кестесін таңдайсыздар.
Енді екеуінің арасында байланыс құру үшін студент кестесінің номерін емтихан кестесіндегі номеріне апарып қоясыздар. Бұл жерде міне студенттің номері мен емтихан номері деген екі кестенің бірдейлері шықты. Барлығы үнсіздік белгісімен қалады, бірақ төменде қараңыздар. Тип отношение, яғни бірден көпке. Себебі студент деген таблицаға жаңағы емтиханның ішіндегі емтихан атауы және бағасы да көрсетіледі. Сол себепті бірден көпке байланыс орнайды. Құрамыз, мінекей біздің байланысымыз орнады. Бұл байланысты сақтап қоямыз. Енді бұл таблицалардың ішін, яғни кестелерді толтыруымыз керек. Ол үшін түрлері бар. Соның біреуі Excel арқылы импорттап толтыру. Ол үшін сіздер Excelде таблица құрып аласыздар. Одан кейін барып, внешние данныйға басасыздар. Excelден импорттаймыз. Құрған таблицаларыңыз табасыздар ең алдымен. Мен тізім деген таблица құрдым. Оның ішінде студенттердің атауын бердім. Одан кейін студент кестесіне кіргізгендіктен студент кестесін таңдаймыз. Бастық, мінекей, мынау мен берілген 3 студент. Міне, осымен қарасаңыздар, студент кестесінің іші автоматты түрде толып тұр. Енді емтихан кестесін осы жерден толтыруға болады. Жаңа біз байланыс орнатқандықтан студент кестесінің астында емтихан кестесі қатар шығып тұр байланыс. Енді барлығына бір пәннен орнатып шықсақ, мысалға, қазір сұранысымыз жақсы жүру үшін екі балаға бірдей пән орнатайық. Мінекей. Информатика, қазақ тілі информатика. Жабамыз. Ашып қарасаңыздар, барлығы тұр. Және де сонымен қатар емтихан кестесінің іші де автоматты түрде толып тұр. Енді осыған қарап, сіздер жаңағы сұрау салуларыңызға болады. Жаңағы сұранысты іздеу салуға болады. Ол үшін созданиеға кіресіздер. Мастер запросов. Бүгінгі біздің құрғалы отырғанымыз простой запрос, яғни қарапайым сұрау. Басамыз. Маған керегі студент кестесіндегі студенттің тегі, аты, әкесінің аты. Екінші, емтихан кестесінде емтиханның атауы керек және бағасы керек. Яғни осы 5 өріс арқылы сұраныс жасамақшымын. Мінекей қараңыздар. Жаңағы номерін алып садық, студент бойынша сұраныс шықты. Енді бұл жаңағы не үшін іздеу деп аталды? Бұнда мысалға емтихан атауы бізге тек информатика пәніндегі тапсырған студенттердің ғана атауы керек делік. Яғни мұнда фильтр деген бар, бассаңыздар, информатикаға ғана жалауша қойсаңыз, қойып, окейді бассаңыз, мінекей, тек информатикадан тапсырған балалардың атауы шығады. Яғни бүгінгі біздің қарапайым сұранысымыз осылай жазылады. Бұл сұранысты сақтап қоямыз. Мінекей, студент сұраныс, одан кейін таблица. Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Енді бүгінгі сабақ бойынша бақылау сұрақтары, мәлімет қоймасына анықтама беріңіз. Кестелер арасында байланыс қалай орнатылады? Студент пен емтихан кестесін сыртқы мәліметпен қалай толтыруға болады? Сұраныстың анықтамасы мен қызметі, сұраныс құру тәсілдері. Яғни сіздер осы сұрақтарға жазбаша түрде жазуларыңыз керек. Бұл сабақ уақытында берілетін тапсырма. Ал келесі, бұл Access бағдарламасында мәліметтер қоймасын құру. Бұнда жаңағы сұраныс та, жаңағындай форма құруға да болады, отчет та жасауға болады, яғни толық мәлімет жасауға болады. Назарларыңызға рахмет. Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды.